баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен сіздермен өте дәмді болып шығатын торт жасаймын. Көп сөзбай бастаймыз. Ал енді қамарын жасап аламыз. Оған бізге ұн, разрыхлитель, какао, сүт, сұйық май және де жұмыртқаның 2 сарыуызы қажет болады. Ал енді құрғақ ингредиенттерді біріктіреміз. Ұнымызға разрыхлитель, какао, 1 шай қасық тұзды салып жақсылап бір қалыпқа енгенше араластырамыз. Ал енді үлкенірек миска алып, құрғақ ингредиенттерімізді қосып, қант салатын боламыз, және де тағы да араластырамыз. Енді сүтімізді қосамыз. Сұйық май қосамыз. Жұмыртқамызды қосамыз. Енді массамызды біркелкі қалыпқа енгенше араластырамыз. Міне біздің қамырымыз осындай шығып жатыр. Мен кольцода пісіретін боламын. 180 градуста 45 минут пісіреміз. Мен 18 диаметрлік форманы алдым. Оны пісіріп аламыз, және де піскенін ағаш таяқшамен тексерсек болады. Бұл бисквиттің ерекшелігі ол 2 есе көтеріліп, және де өте құрғақ, дәмді болып шығады. Тортты демлеуге карамель қолданамыз. Оған қантты баяу отта ақырындап ерітеміз. Міне осындай қара түске енгенде оны араластырып, және де үстіне сары май қосатын боламыз. Ыстық сүтімізді ақырындап қосамыз. Осы карамелімізді толықтай суытамыз. Ал енді тортымызды жинаймыз. Мен оның пропиткасына сүтті алдым. Креміне сметана кремді қолданамын. Ол өте оңай жасалады, және де қант пен сметананы араластырсақ, міне осындай өте дәмді крем шығады. Осылай жағып, енді екінші коржымызды үстіне саламыз. Келесі коржымызды салып, және де үстіне крем жағып, жаңағыдай көрсетілгендей тортымызды жинайтын боламыз. Және де бұл тортқа пропитка міндетті түрде емес, өздеріңіздің қалауларыңызша болады. Және де үстінде мен қалған креммен осылай әсемдеймін. Және де мен үстінде крем жасайтын болғанмын. Оған 2 жұмыртқаның ақуызын салып, миксермен шайқайтын боламын. Осындай көтерілгенше дейін шайқап, ақырындап қант салып отырамын. Біздің меренгамызды көп араластыру қажет. Мен шамамен 5-10 минут араластырдым. Енді біз осы креміміз дайын болды. Енді біздің тортымызға жағып, осылай шпательмен көрсетілгендей жинап шығуға болады. Енді мен орысша айтқандай пәтеуке жасайтын боламын. Оған карамельді алып, жаңағылай осылай видеода көрсетілгендей жағып шығамыз. Ал қалған креммен мен осылай әдемілеп гүлдер жасадым. Міне бізде осындай әдемі, өте дәмді болып шығатын торт шықты. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Ағарке, сау болыңыздар.